Сәлем менің құрметті көрерменім, каналыма қош келдіңіз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Оны алдымен қызы жолықтырды. Гүлнар мен Жексен тұратын көп қабатты үйдің дәлізін жуып тазалайтын. 30-дың ішіндегі сұңғақ келген, таразы денелі, ақ-сары өңді, биязы мінезді орыс келіншегінің сыртынан қарап-ақ бейәдеп әдеттерден аулақ жан екенін аңғаруға болады. Киімі жұпыны болса да тап-тұйнақтай, қолына резеңке қолғап киіп, су толы шелегін, еден жуатын шүберегі мен сүйреткішін көтеріп, 5 қабат үйдің әр баспалдағын мұқият жуып шығып, дәліздегі терезелерді де айнада жарқырата сүртіп қоятын. Қабырғаларға шаң жуытпайтын еден жуушыға Гүлнар ойда жоқта генерал келе жатыр деген хабар жеткен соң, шарасыздықтан үйелмелі-сүйелмелі 3 кішкене бөпесін қарасып, үйін жинап алуға қол ұшын беруге өтініш жасаған. Мұның алдында да үйіне кіріп шыққанда ананы-мұнаны сөйлесіп, тілдесіп қоятын Гүлнардың ұсынысына Нина да қарсы бола қоймады. Өзара келісіп, еңбекақыңды төлеймін дегені тағы бар. 2 қолға бір жұмыс, оның үстіне нәзіктігіне қарамай, 3 баланы қатар-қатар тапқан, қашан көрсең бір қолына бала, бір қолына арба сүйреп, оған қоса қалта-қалта ауқат арқалап жүретін Гуля жанға еден жуушы Нинаның да шын жаны ашитын. Тек үйіме телефон шалып, сәл кешірек келемін деп ескертіп қояйын. Біздің үйдегі жай телефоннан хабарласарсың, деп Гүлнар Нинаны 5-ші қабаттағы пәтеріне ертіп кірді. Өз үйіңдей көр, мен де қолымнан келгенше бір шетінен бітіре беремін ғой, Ниночка. Екеулеп жинап тастайық. Әйтпесе әлгі қызыл көз генерал келгенде барлық ыдыс аяқ айнадай жарқырап, үйдің іші тап-тұйнақтай болмаса, әңгір таяқ ойнатады. Мұндай шыдамсыз адамды тұңғыш көруім. Нені болса да айтқызбай істеп, ашуының алдын алып отырмаса болмайды. Қайдан, неден жазып қалғанымды білмей қаламын, деді Гүлнар. Олай болса терезелерді жуып, түс қағаз жабыстырған қабырғаларды дымқыл шүберекпен сүртіп алайық. Алдымен қонақ бөлмесінен бастайық, деді Нина. Нина мән-жайға қаныққан соң осылай деп іске кірісіп те кетті. Гүлнар қазан, кастрөл, таба, шәугім, шәйнек сияқты әйтеуір ұстап жүрген ыдыс аяқтарын түгел үлкен астауға желім салып қайнатып, жарқыратып тазартып жатыр. Ертең енесінің таң азаннан пойыздан түсіп, бірден осында келетінін ойласа, қимылын бұрынғыдан да шапшаңдата түседі. Мұздатқышты әлгінде электр желісінен суырып қойған. Ішіндегі тағамдарды ас үйдің ортасында тұрған үстел үстіне иін тірестіре қойды да, мұздатқыш сөрелерін жуып, дымқыл шүберекпен сүртіп алды. Газдың бетін де, шкафтарды да мұқият тазартып шықты. 2-3 күн бұрын ғана тазалық шараларын біз бір атқарған еді. Соған қарамастан, қолдары қалтырап жүріп, соңына қолына түскен ыдыстың бәрін жуып, тазалап, дүкеніне жаңа әкелгендей жылтыратып қойды. Іштей, тағы бір нәрсені ілініспей, отырсам опақ, тұрсам сопақ болмай, аман есен тарқассақ екен, деп бір Аллаға жалбарынды. Қай бала жылап пысықтамай отырушы еді. Балаларға арналған бөлмеден алдымен емшектегі сәбиі іңкәрдің іңгәлаған даусы естілді. Байқұс бала емшек сүтіне тоймай, қарны ашып жылайды. Гүлнар енді бәрін қойып бөпесін уатып әлек. Айналайын ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем, жылама, жылағаның болама. Торсық шеке бүлдіршін, өлең тыңдайтын емес, анасының көкірегіне басын қойып, әлденені іздеп, кішкене еріндері бұртиып кетіпті. Ойпырмай, не істесем екен? Қоспасына бүгін тойдырмауымын-ау, ертең қайтемін. Енем іңкәрді қолдан тамақтандырып жүргенімді көрсе, Алихан мен Айқара көзді де емізіп жарытпаған едің. Енді іңкәрді да соған солай жасап жатырсың ба, деп айқайға басады-ау, деп қамықты. Экологияның әсері ме, міне 3 бөпесін де сүті мардымсыз ғана жоқтан бар боп шықты. Тұңғышы Алиханды босанғаннан кейін анарына ана сүті бірден келе қоймады.
оның үстіне анарының ұшы доғалдау екен. Тұмса келіншектің бала емізуге ебі болмайды ғой. Қарны ашып, сүт іздеп жылаған нәрестемен бірге генералдың жан даусы қоса шығады. Кім сүтті қызын береді дейсің, ойбай? Міне, көрген күніміз осы енді. Бір шарананы шырылдатып қойып, дым білмегендей отырғанымызды қарашы. Балама қиын болатын болды. Оны да қып-қызыл ақшаға сатып алмай ма? Құдайдың тегін сүтін жұтатып, енді дүкеннен тасып жүр. Өзі безответственная болғанымен қоймай, қарашы, енді жұрттың келіндері ғұрлы ағыл-тегіл, егін-тегін сүті де жоқ. Енесі қайдағы жайдағының бәрін жиып-теріп, біраз сапырды дейсің. Жаңа түскен жас келін, енесінің айтуынша, өзі сүтсіз келін. Өзі әке-шешесін тастап, басқа қатын алып кеткен тірі жетім келін. Талдырмаш денесі иіліп, бірақ шөкім боп шөгіп, бөпесін құшақтап, жөргегіне орап жүріп, мұның туған жанұясын жерден алып жерге салып, жәбірлеген, өзін адам еткісіз еткен сөздерге шыдай алмай тұншығып жылайды. Әкесі қатын алып кетсе, анасы бар емес пе? Шешесі сіңілісі екеуін ешкімнен кем қылмай өсірді емес пе? Бір кісідей жоғары оқу орнында тамамдаған. Кімнен кем бұлар? Қаланың қақ ортасында үйлері бар. Менің көргенімді көрмесін деп, анасы тентіреп жүріп, сауда жасап, баласының үлкені бұған 2 бөлмелі үй алып берген. Шынын айтқанда, бұларға ешқандай дау-дамай шығатындай мәселе жоқ еді. Жастардың бақытсыз болатындай еш себебі жоқ. Жақсылықтан жамандық табайын десе табыла береді екен ғой. Көре алмастың көзінен, ұзын тілдің сөзінен шыққан не бір сөздің қоса бұрқыратып, сұп-сұр қатын, бір тулады дейсің. Мен баланы бүйтіп тапқан жоқпын дейме? Сүтім ағыл-тегіл болды, балпанақтай боп ұйықтап жататын. Мына жағы неге жылайды? Кімді жұбатайын деп жылайды. Көрдік қой әнеугүні артыңнан әкелген киімдерінің ішінде Қытайдың киім-кешегі қаптап жүр. Ұялғаныма елден. Шешең білдей бір кәсіпкермін деп шіренгенде мірдің оғындай. Онысы несі? Қытайдың тауарын қосып. Қойшы, әйтеуір сапырынды сөздердің арасында талай нәрсе айтылды. Мұндай у-шуда қайдағы сүт? Баласын еміреніп сүюді, иіскеуді үйрене қоймаған жас келін денесін бос салып, мейірімін төгіп, бөбегін емірене емізудің орнына өз атына қарша бораған әділетсіз сөздерден берекесі ұшып әбігерге түседі. Көмекейіне ащы жас кептеліп, үйтіп үй болғаны, бала тапқаны бар болсын, қандай ортаға тап болдым, деп көзі алақандай болады. Тағдырына наразы боп, егіл-тегіл шығып жылайды. Әрине, ол көз жасын ескірік айқайға басқан енесіне көрсетпей, балаға деп бөлінген ішкергі бөлмеге сәбиін құндақтап жүріп, ернін тістелеп, дыбысын шығармай, іштей егіліп барып, өксігін әзер басады. Перзентханадан шыға салысымен шарананы бесікке салмай жатып, осындай айқайға басқан адуын енесі енді құдағиына, мұның анасына телефон шалды. Құдағи, бұл не сұмдық? Мына қызыңда сүт жоқ қой, понимаешь ли? Бос, бір балаға ие бола алмай жылатып, мұның кесірінен енді қыруар ақшаға шығарып, менің балам сүт сатып әперетін болды. Мұна жағы сенбірбеске. Құдай сақтасын, сізге не болды сонша ренжіп, деген анасының жайбарақат даусы естіледі тұтқанның ар жағынан. Қазір келемін. Іле-шала анасы жеткен аңқылдап. Қайсы, кім ол? Бәріңді әбігерге түсіріп жатқан. Алихан ба? Хан болған соң қаһарлы болар, соны да сөз дейсіңдер ме? О, не айналайын, апасының аппақ-ау, неге жылайсың? Әлди бөпем, әлди-ай, әлди. Бәрібір іңгәлап жылаған баланың даусы тыйылмады. Сәби мұрны пышылдап ұйқыға кеткен. Мұны құдағи екен деп сыйлап, еле бескеріп жатпаған адуын әйелге оның не айтып не қойғаны көңіл аудармастан келіннің анасы
Кішкене шарананың үсті астына түсіп, өбектеп, бөпенің жайын ойлап, жөргегін жөндеп, орап кеткенше өзінше мәз. Қызына білген ақылын айтып, жұбатып әлек. Гүлнар анасының мінезіне бала күннен-ақ қанық қой. Ол кісі ешқашан бірден ашу шақырмайды. Нені болса да елеп-екшеп, ақ-қараны ажыратып, әбден шиеленісіп бара жатса ғана үн қосар еді. Адуын енесі мұны жылатып сықтатса да, анасына ол тәсіл жүрмейтін. Керісінше бұл құдағи ол құдағиға, тәтеу, оның ізіне ашуыңызды басыңыз, бір тентекке үйтіп-бүйтіп сүт тауып берерміз. Тегі өзім ішпесем де осыған сүтті мен-ақ жеткізіп тұрайын. Жас неме қалай еміздерін білмей жатқан шығар. Сүті қайтып кетсе, баладан бұрын өзі де қиналады ғой. Уызын қатырмай сауып шығару керек, деп Гүлнарының денсаулығын ойлап, ана көңілі шыр-пыры шыққан. Бұл жолы да басу айта сөйлеп, дау-дамайдың тігісін жатқызғандай бағуда. Гүлнар кешкісін күйеуіне жұмыстан келгенде, тұрмысқа бекер шыққан екенмін. Бүйтіп балағат естігенімше, көзімді құртқаным жақсы ғой, деп мұңын шаққан еді. Соны құлағы шалып қалса керек. Енесі енді келіннің анасына соны баса айтып, әліне қарамай кетем дейді. Көргенсіз қызың, қолынан түк келмейді. Торт пісіруді де үйренбепті. Жүрген ғой селтеңдеп, оқу-шоқу деп тентіреп. Менің қыздарым тортты жақсы пісіреді деп, енді басқа бір әңгіменің шетін шығарды. Жас қой, әлі-ақ үйреніп кетер. Біз боп, сіз боп үйретпейміз бе тәте? Өзімізше біздің үйдің пысығы осы. Қолымыздағы кәрі әжесін, үлкен құдағиыңызды күтіп, сіңілісіне қарап, мен жұмыстан келгенше үйді тап-тұйнақта етіп жинап, дәмді тамақ істеп беретін. Кішкене күннен қонақ шақырып, ырғалып-жырғатылып отыруға менің жұмыстан қолым тие бермейтін. Торт та пісіріп үйренер. Өрескел қателік емес қой. Баласын қырқынан шығарып, өзде кішкене шираған соң бар тірлігіңізге араласа жатар. Солай емес пе алтыным, деп мұңын маңдайынан иіскеген анасының өзіне сәби кезінен таныс, оған ғана тән иісі, аялы алақаны, жас келіннің әлгінде ғана қара түнекте тұрған өміріне өзгеше шырай келгендей. Байқұс анамай, үйде жүргенде қадіріңді білдім бе, білмедім бе, деп ойланып кетті қызы. Тірі жүрсем, сізді ұялтпаспын, айтқаныңыздай істеймін. Енді ғана аналық сезімді бастан кеше бастаған, өзі де әлі бала мінез, жас ана, өз анасын құшақтап, бауырына тығып, мауқын басып, көңілі де сабасына түскендей. Анасы қызымен оңаша қалғанда, үлкен кісі ғой, жүйкесі жұқарған, отағасы да жоқ жанында. Сен енеңнің анамынау деген сөзінің бәріне мән бере берме қызым. Кешірімді бол, кең болсаң, кем болмайсың деп үйретті. Ең бастысы сөз қайтарма, басқа салған соң шыдайсың енді. Күйеуің екеуіңді біз қосқан жоқпыз. Бір-біріңді жақсы көріп үйленгенсіңдер. Ыстық суықтарыңа да төзуге тиіссіңдер. Үй ішіндегі әңгімені сыртқа шығарушы болма. Жаман елдің қызына ұқсап, ұятқа қалдырма. Әлі-ақ үйренісіп кетесің. Ертең-ақ осының бәрін күліп әңгімелеп отырасың. Алда қойды бөле қырыққан жүнге жарымайды. Жолдасың жақсы да, оны тапқан анасы жаман болып па? Көну керек балапаным. Ақылды адамның ашуы бірінші басылады екен. Ашуыңды басып, осы үйдің адамы болып, сенімдерінен шығуға тырыс деп басу айтып бақты. Анасының осы ниетінен бе, Гүлнар да енесіне қанша өкпелесе де қарсы сөйлеп беттен алмауға тырысты. Үндемеген үйдей бәледен құтылады дегендей, келіні қарсы келіп, дау-дамайды үдетпеген соң генералдың қарқыны да алғашқыдағыдан бәсеңдеген сияқты. Бірақ бірнеше жыл өтсе де, ауру қалса да әдет қалама, өзінен басқа ешкімнің қимылына көңілі толмайды. Кез келген істен бүйректен сирақ шығарып, әйтеуір бір кемшілік таппай қоймайды-ау. Әй, бүгін қайтер екен. Апамды орыс келіні екеуміз екеулеп жүріп, таңғалдырмасақ та, жуаситын халге жеткіздік-ау, деймін деп Гүлнар үміттенуін қоймайды. Бекер
обалы қане, Нина ұлты орыс демесең, қазаққа бергісі жан екен. Әпкелікке де, құрбылыққа да лайық. Артық сөзі жоқ. Адам жанын түсінір, құрақ ұшқан мінезімен не айтқысы келгенін айтқызбай ұғып, жанына жалау боп, кәдімгідей қол ұшын бергеніне Гүлнар шын риза. Бірінен кейін бірі сәби сүйіп, бала басты боп отырған өзіне қамқор алақан қандай жәрдем болса да осы кезде керек еді. Құрбым-ау, сен туғанда бекер қуанбаған екенмін, деп Гуляжан Нинаға жадырай сөйлеген екеуі үйдің бәрін тап-таза жинап, айнадай жарқыратып болған соң бір пәске демалып, шай ішіп отырған сәттерінде енді көңілі жайланып, жайбарақаттанғанын білдіріп, осы жолы генерал келгенде тиісетін сылтау қалмай қалды-ау деймін. Рахмет саған, Ниночка. Қайтейін, бұл үйге сіңу оңай болмай тұр. Анамның тілін алып, сабыр сақтап, үлкен кісінің ығына жығылғаным ғой. Әйтеуір бір түсінер. Біздің Енешка сен сияқты орыс келіні барын білмейді-ау. Өз келінімен қоса зыр жүгіріп үй жинап жүрген. Осылай, деп екі келіншек сықылықтай күлді. Бұл жастық дегенді қойсайшы, жас келсе іске деп бекер айтпаған ғой. Жаңа әлгіндегі қарбаластың ізі де қалмаған. Тек кішкентайлардың у-шуынан басқаның бәрі тамаша. Балалы үй базар, олар да өзінше бір қауым ел. Томпаңдап ойнап жүр. Мүмкін маған тамақ мәзіріне де көмектесіп жіберерсің. Менің енем жаңа тағам түрімен таңғалдырғанды ұнатады. Жеңіл-желпі, өзің тез дайындайтын қандай дәмді білесің, есіне түсіріп көрші. Біз бәлішті дәмді пісіреміз ғой. Үйренгің келсе, өз құпиямды үйретейін, деді Нинажан. Әп-сәтте қолы қолына жұқпай бір таба бәлішті де пісіріп тастады. Ойы алдамаған екен. Генерал да бұл жолы шаң-шұң шығармаған еңбектері зая кетпеген сыңайлы. Гүлнар мен Нинаның осылай басталған қарым-қатынасы бұдан кейін де орын-орнымен жалғасып, қос келіншек талай шаруаны қосарласа жүріп жапырды. Кейбір мереке кезінде қонақ шақырғанда Нинаға алдын ала хабарласып, анау-мынау жұмыстарды тапсыра қояды. Нина да уәдеге берік, келіскен уақытында келіп, кез келген шаруаның оңтайын келтіріп береді. Жалғыз ұлымның тәрбиесіне көбірек уақыт қалама деп, осындай кәсіпті таңдап жүрген өзім. Әйтпесе негізгі мамандығым медбике. Ауруханада ақшаны аз төлейді. Күні бойы жұмыста жүріп, тапқан таянғаның еш нәрсеге жетпеген қиын екен. Жас баланың дені сау болып өсуі үшін де түрлі қуатты тамақпен ауқаттандыруға тиіспіз. Сабақтан тыс уақытта спорт үйірмелеріне, өзге де үйірмелерге баруы керек емес пе? Міне, сол үшін 8 сағаттық жұмыстан гөрі реттемелі уақытпен жұмыс істеген дұрыс көрдім, деді Нина. Құрбысын орыс келін десе дегендей-ақ, Гүлнар Нинаның нағыз шығыс жігітіне шыққан жеңге екенін естігенде, бәсе деп ойлағанын іштей бойынан біздің дәстүріміздің қылаң беретінін сезетін едім. Нина оқуын бітіріп, қалалық ауруханаға жұмысқа тұрды. Тағдырдың жазуымен курстас құрбысының жерлесі түрікмен жігітімен танысады. Жігіт Алматыға туысқандарына қонаққа келсе де, еліне қайтарда мен үй ішіне барып, мән-жайды түсіндіріп, сені айттырып алуға келемін, күт, дейді. Тура кинодағыдай, өзара хат жазысып, хабарласып тұрған жастар бір жылдан соң Алматыда интернационалдық үйлену тойын жасайды. Жер жанаты Алматыдан алыстағы түрікмен қышлағына барып келін боп түсу әрине Нинаға оңай болған жоқ. Азырақ ыстық жел құмды сапыра соғады. Ең бастысы ол емес. Енем көп балалы әйел екен. Сығандар сияқты көбіне жұмысты әйелдері өздері істейді. Ерлер сауда-саттықпен айналысады. Жаздай бақшаларында піскен жеміс-жидек, көкөністерін базарға шығарып, қалған 10 шақты айда соны ішіп жеумен айналысады. Тұрмысқа қырлары жоқ. Тақыр кедей нашар тұрады. Көне алмадым. Әсіресе күйеуімнің жұмыс істемейтіндігін күйдіріп жіберді.
Бізде басқаша ғой. Мен жұмыс істеуге үйренгенмін. Күйеуім де өзім де жұмыс істеп, азды-көпті ақша тапсақ, ел қатарлы өмір сүрсек деймін. Міне осыған келсе алмадық. Оларда басқа түсінік, бізде басқа. Осылайша жолымыз екіге айырылды, деді Ниночка мұңая отырып. Бірақ әлі үйленген жоқ. Кім біледі? Ақылы кірер, ұл керек болса, жар керек болса іздеп табар, деп жұбатты Гүлнар құрбысының көңілін аулап. Расында да кім біледі? Алла тағалам берейін десе, желдеткіштен де береді емес пе? Сен бақытты болуға тиіссің. Қандай асыл азаматқа да жар болуға лайық жансың. Жүзіңде иманың тұнып тұр. Кәпір деп кім айтады сені? Құдайға сенесің. Діндарлығыңның өзі талай жанға үлгі. Әйелдің 40 шырағы бар, дейді бізде. Бірі өшсе, бірі жанады. Генерал енемнің орыс келіні ау, бағың ашылсын. Жалғыз ұлыңның қызығын көр деп іштей тіледім.